арқадағы шиеленісті жою. Чаншэнже ультрафанофорез құрылғысымен арқа бөлігіне процедураларды өткізу әдісі. Арқа бөлігіндегі меридиандардың өткізгіш қабілетінің нашарлауы қалай байқалады екен? Мойын, иық пен арқадағы ауырсыну, тартылып ауруы, бұл жерлерде жұмсақ тіндердің булығуы, шаршау сезімі, ұйқының бұзылуы, көп түс көру, ұйықтау кезінде жиі ояну, аяқ-қолдардың әлсіреуі, бас ауруы және бас айналу, кеудедегі қысылу сезімі, ентігу, ци энергиясының және қан ағымының бұзылуы. Арқадағы шиеленісті жоюдың пайдасы мойын, иық бұлшықеттеріндегі шиеленісті жеңілдету, ұйқы сапасының жақсаруы, бас ауырсынуды жеңілдету, бас айналуды тоқтату, патогенді суық және ревматикалық жағдайларды жою, ағзаның ішкі мүшелерін қанмен қамтамасыз етуді қалпына келтіру, эмоционалды күйді жоғарылату. Чаншэнже ультрафанофорез құрылғысымен арқа бөлігіне процедураларды жасау үшін қолданылатын өнімдер. Эроботаника маркасының Джетсой тыныштандыратын массаж майын бет терісінен басқа дененің кез келген бөлігінде қолдануға болады. Май тыныштандыратын және қыздыратын әсерге ие. Зімбір эфир майлары мен ваниль бутил эфирі жұмсақ қыздыратын әсерге ие. Ревматизмге қарсы әсері бар және суық тиюден емделуде көмектеседі. Бадам майын ұзақ уақыт қолдану терінің созылуынан және созылған жолақтардан құтылуға көмектеседі. Массаж майын бас терісін уқалау үшін қолдануға болады. Ол шаш пен бас терісін тиімді нәрлейді. Эроботаника маркасының Цзинин Сянзе терінің серпімділігі мен тығыздығын арттыруға арналған кремінің негізгі әсері құрамында майды кетіретін зімбір және қызыл бұрыш сығындысы кіреді. Ультрафанофорез аппаратын қолдана отырып, оны тері асты шел майына жіберіп, метаболизмді жеделдетуге болады. Зімбір тамақта да қолданылады. Зімбір тамыры қытайлық дәстүрлі медицинасындағы дәрі, қыздыруға және ревматизмге қарсы әсері бар. Крем құрамында теріні нәрлейтін көптеген табиғи өсімдік сығындылары бар. Кремнің көмегімен сіз дененің майы мен тиімді күресуге, ревматикалық ауырсынуды, бұлшықеттер мен буындарды жеңілдетуге, қан ағымын қалпына келтіруге және тоқырауды жоюға, терінің серпімділігін арттыруға, оны жылтыр, тегіс және серпінді етуге болады. Чаншэнже ультрафанофорез құрылғысымен арқа бөлігіне процедураларды өткізу әдісі. Чаншэнже ультрафанофорез құрылғысымен меридиандардың өткізгіш қабілетін қалпына келтіру. Эроботаника маркасының Джетсой тыныштандыратын массаж майын мойын мен арқаға жағыңыз. Ультрафанофорез аппаратымен 2-3 минут жүргізіңіз. Мойын мен арқа бөлігіндегі меридиандардың өткізгіш қабілетін қалпына келтіруді бастау. Бірінші, Фэнфу нүктесінен мойынның артындағы төмпешіктен төмен қарай даджуй нүктесі арқылы 8-10 қимыл жасаңыз. Даджуй нүктесі дененің баспен қосылатын түйіспе жері, миға қан мен оттегімен қамтамасыз етілетін бөлік. Екінші, лимфа ағысымен иық бөлігіне 8-10 массаж қозғалысын жасаңыз. Үшінші, содан кейін омыртқа бойымен 8-10 массаж қозғалысын жасап, керемет думай меридианның өткізгіштігін қалпына келтіріңіз. Төртінші, әрі қарай қуық меридианның және хуато сызықтарының бойымен әр жағынан 8 рет массаж жасауыңыз керек. Назар аударыңыз. Егер арқа бөлігі толықтау келген тері бетінде бөртпелер бар болса, онда өте ауыр дәрежеде тоқырау бар дегенді білдіреді. Бұл жерлерді қайталап жасау қажет. Чаншэнже ультрафанофорез құрылғысымен нүктелі әсер ету. Массаж саптамаларын төмен қарай жылжытыңыз. Нүктелік әсер етуді бастаңыз. Массаж саптамасын теріге тигізгенде кремнің жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Әр нүктеде терімен байланыс уақыты 10-20 секундқа созылуы керек. Осы уақытта клиентпен сөйлесіңіз. Меридиандардың өткізгіш қабілетін қалпына келтіргенге дейін біраз шаншыған сезімі пайда болды ма деп сұрап тұрыңыз. Чаншэнже ультрафанофорез құрылғысымен контурды қалыптастыру. Салбыраған бүйірлерді қалпына келтіру үшін екі жақтан омыртқаға бағытталған қимылдарды жасаймыз. Бірнеше рет қайталаймыз. Процедурадан кейін терінің бетін құрғақ сүргімен сүртіңіз. Процедурадан кейін 6 сағат бойы жуынуға болмайды.
операцияларды жүргізуге тыйым салынған адамдар тобы, коронарлық артериясының шунтын жүргізгендерге, стенттері бар немесе кардиостимуляторы бар, силикон импланттары бар және кардиологиялық ауруға шалдыққан адамдарға жасауға болмайды. Қатерлі ісіктер болған кезде де процедураны қабылдауға болмайды.